Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын әрі дәмді болып шығатын салат рецептісімен бөліскім келеді. Құрамы қолжетімді, сәбіз, бауыр, қияр қосылған салат. Ал кеттік, менімен бірге дайындап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Алдымен бауырды суға пісіріп алып, піскеннен кейін оны соломкалап тураймыз. Салаттың құрамын видеоның астына қалдырамын. Сонан соң қиярды үккіштен өткіземіз. Менде дайын кәріс салаты. Сәбізді үй жағдайында үккіштен өткізіп, чим-чим приправасын қосып, жасап алуға болады. Осылай сәбізімізді тарелкаға жайып аламыз. Сонан соң оның бетіне видеодағыдай бауырды саламыз. Келесі қиярды салып шығамыз. Сосын ортасына бір қасық майонез, бір қасықтай кетчуп құйып қоямыз. Міне осымен салатымыз дайын болды. Өте оңай әрі тез дайындалады. Ұнаса жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Лаура.